Былтыр даму кәсіпкерлікті қолдау қорымен құны 450 миллиард теңгеден асатын 20 мыңдай жоба қаржыландырылды. Қаражат кәсіпорындарды жаңадан ашуға және істеп тұрған кәсіпорынды кеңейтуге бағытталды. Қажетті бағдарламаны қалай дұрыс таңдап, оны жүзеге асыруға болады. Бұл туралы Бәйтерек холдингінің өкілдері Қостанай облысының кәсіпкерлеріне жан-жақты түсіндірді. Мамандардың пікірінше, өңірлер инвестициялық бастамалардың игілігін көруге дайын. Облыс орталығындағы құрылыс компаниялардың бірі 9 жыл бойы Бәйтерек холдингі арқылы мемлекеттік қолдауға ие. Бизнестің жол картасымен кірпіш, қиыршық тас және темір-бетон бұйымдары зауытын салды. Енді құрылыс материалдардың денін өздері шығарып, жаңа мөлтек аудандарда баспаналар тұрғызып жатыр. Тұрғын үйлердің 35 мың шаршы метрі нұрлы жер бағдарламасымен қолданысқа берілген. 6 үй салуға 2 миллиард ақша кетті. Оның 203 миллионы пайыздық көрсеткіш болса, сол 203 миллионның 110 миллионы мемлекет тарапынан субсидияға берілді. Пайызбен алатын болсақ, 7% субсидия, ал несиенің пайызы 12%. Сонда жартысынан көп болып тұр. Бәйтерек холдингі құрылымында 11 еншілес ұйым бар. 6-ы кәсіпкерлікке кешенді қолдау шараларын жасайды. Аймақтардағы қызықты әрі өміршең жобалар саны жылма-жыл артып келеді дейді компания өкілдері. Сол себепті іскер жандар үшін арнайы ақпараттық кездесулер ұйымдастырады. Бұрын инвестициялық жобалар қағаз жүзінде болса, қазір олар жан-жақты пысықталған. Облыстар ұтымды және сапалы бастамаларды жүзеге асыруға дайын. Ең бастысы кәсіпкерлерге холдингтің мемлекеттің қолдау көрсетуге ынталы екендігін жеткізе білу. Кәсіпкерлермен кездесу цифрлық баяндамалар және мысалдармен шектелген жоқ. Іскер азаматтарға қолдаудың нақты нұсқамалары көрсетілген, кітапшалар үлестірілді. Ал дайын жоба немесе идеямен келгендер холдинг өкілдері тарапынан жекелей кеңес алды. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.